Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілін сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Алматы мен Нұр-Сұлтан. Балалар, бүгінгі сабақта екі аймақтың күн райын салыстырып, айтуды және жазуды үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке будем учиться сравнивать погоду двух регионов – Нұр-Сұлтана и Астаны. Ал енді балалар, мына суреттерге назар аударайық. Бұл Алматы қаласы. Алматы қаласы таулы аймақта орналасқан, балалар. Мынау Алматының жазы, қысы, көктемі. Алматыда жиі жаңбыр болады. Жақсы, балалар, келесі суретке назар аударайық. Бұл Нұр-Сұлтан қаласы. Нұр-Сұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Расположена у реки Есіл. Мынау жаз, Нұр-Сұлтан қаласының жазы, күзі, қысы, көктем. Қыста қар қалың түседі. Снега выпадает много, да? Жақсы, балалар. Ал енді балалар, Алматы мен Нұр-Сұлтанның күн райын табиғатын салыстырып көрейік. Бірінші оқушы. Менің білуімше, Алматы таулы аймақта орналасқан. Как я знаю, Алматы расположена в горной местности. Ал Астана жазық далада орналасқан. Астана расположена на равнине. Сол себепті Астананың ауасы Алматыға қарағанда тазарақ болып келеді. По этой причине воздух Астаны по сравнению с Алматы чище. Екінші оқушы. Менің ойымша, Астанаға қарағанда Алматыда жел баяурақ соғады. Я думаю, по сравнению с Астаной в Алмате мало ветров. Өйткені Алматы таудың ортасында тұр. Потому что Алматы стоит у подножия горы. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Алматы қаласы қай аймақта орналасқан? Нұр-Сұлтан қай аймақта орналасқан? Астанаға қарағанда Алматыда жел қалай соғады? Неліктен? Балалар, видеоны тоқтатып, мәтінді тағы бір рет оқып, сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Приостановите видео. Попробуйте ответить на эти 3 вопроса. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Давайте проверим. Алматы қаласы қай аймақта орналасқан? Алматы таулы аймақта орналасқан. Нұр-Сұлтан қай аймақта орналасқан? Нұр-Сұлтан жазық далада орналасқан. Астанаға қарағанда Алматыда жел қалай соғады? Неліктен? Астанаға қарағанда Алматыда жел баяурақ соғады. Өйткені Алматы таудың ортасында тұр. Балалар, сендер де осылай жауап бердіңдер деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы точно так же ответили на эти вопросы. Ал енді балалар, екінші тапсырма, 77-ші бет. Мәтінді тыңда, оқы, толықтыр. Мәтінді оқыңдар, қажетті сөздермен толықтырыңдар. Ребята, можете приостановить видео, прочитать внимательно текст и попробуйте вставить нужные слова. Жұқа, ашық, жел, қолайлы, ыстық, таулы, жаңбыр. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Давайте проверим. Внимательно слушаем текст. Алматы таулы аймақта орналасқан. Сол себепті бұл аймақта жел қатты соқпайды. Алматының ішінен Алматы өзені ағып өтеді.
Алматының жазы ыстық. Табиғат аясында демалып, қыдыруға өте қолайлы. Сондай-ақ жазда Алматыда жаңбыр жиі жауады. Алайда жер тез кебеді. Бұл аймақта бұлтты күндерге қарағанда ашық күндер көбірек болады. Алматының қысы жылы. Бұл жерге қар жұқа түседі. Ал енді балалар, мәтінді тағы бір мәрте аудармасымен оқыңдар. Айтылым, сұрақтарға жауап бер. Алматы қаласы қандай аймақта орналасқан? Нұр-Сұлтан қаласы қандай аймақта орналасқан? Где расположены Алматы и Нұр-Сұлтан? Алматыда жаз қандай болады? Жаңбыр жиі жауа ма? Какое лето в Алматы? Часто ли идут дожди? Осы екі аймақта жел қандай? Какие ветры в этих регионах? Алматыда қыс қандай болады? Жылы ма, әлде суық па? Қар қалың жауа ма? Нұр-Сұлтанда қыс қандай болады? Жылы ма, әлде суық па? Қар қалың жауа ма? Какая зима в Алмате и в Астане? Теплая или холодная? Снега много или мало? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Жазылым. Балалар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы Алматы мен Нұр-Сұлтан. 5-ші тапсырма, 78-ші бет. Суреттердің орнына тиісті сөздерді қойып, бірнеше сөйлем құрап жаз. Ребята, вам нужно вместо картинок вставить слова и написать эти предложения в тетради. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.